Siz YouTube kanal көресіз. Siz осы видеоларды көресіз, ал олар ақша табады. Ойлаңызшы. Достар, бар уақыттарыңыз видео көрумен, YouTube'да рецепт іздеумен, әркімнің бір видеосын көрумен өте ме? Онда неге YouTube'да бекер отырмай, өз каналдарыңызды ашып, өздеріңіздің қолдарыңыздан келген істі елге неге танытпасқа? Бәріне сәлем достар, сендермен бірге Жарқынайдың кеңестері каналы. Мен аты жөнім Жарқынай Бекзатқызы. Өзім ағылшын тілі мұғалімімін. Осы каналымды ең алдымен ағылшын тілінің жаңағы әдістемесін көрсету үшін ашқан болатынмын. Бірақ кейіннен өзімнің елге пайдамды тигізу мақсатында өзімнің каналымда басқа да пайдалы заттармен бөлісуді жөн көрдім. Сонымен бірге бөлісіп жатырмын. Мен сіздермен бүгін бір құпиямен бөлісемін. Бүгін шок контент болады. Сіздерге бүгін YouTube каналдың ашу, жалпы ниша таңдау, тақырып таңдау туралы қазақша нұсқасын бөліспекшімін. Яғни ол нейросеть арқылы канал ашу. Қане видеоның соңына дейін көріп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдырып кетеміз. Сонымен достар, бүгінгі біздің видеомыз нейросеть деп аталады. Яғни нейросеть арқылы қалай YouTube канал ашу керек, қалай нишамызды таңдау керек, және де әрбір видеоға описанияны қалай жазу керек. Кеттік. Ең алдымен достар, нейросеть дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп алайық. Нейросеть дегеніміз ол орыс тілінен аударғанда искусственный интеллект деп аталады. Яғни ол жаңағы барлық адамның істейтін іс-әрекеттерінің барлығын сіздерге жасап береді. Бірақ әрине оның қазіргі дамыған түрі ол мәтін жазу, және де дайын сіздерге видео жасап беру, басқа нейросеттердің түрін өткен кезде біз ол туралы білетін боламыз. Әзірше бізге не керек? Әрине мәтін теретін нейросеть керек. Ол қандай нейросеть? Менімен бірге болыңыздар. Келесі видеода көреміз. Сонымен достар, міне өздеріңіз жаңағы Google'дан осылай чат GPT деп жазамыз. Бұл нейросеттің бір түрі. Яғни чат деп отырғанымыз, яғни ол бізге мәтін жазып береді, SMS арқылы жауап береді. Ең біріншісі шығып тұрады openai.com деп чат GPT деп жазылып тұрады. Немесе OpenAI деп жазсаңыздар да болады. Және де мына жерде ағылшынша түсінбесеңіздер, орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Сразу таңдап. Барлығы орыс тілінде шығады міне. Қандай сұрақ қойсаңыздар да бұл жауап береді. Ең алғаш жаңа шыққан кезде өздеріңіз регистрация жасап алсаңыздар болады. Регистрацияны жаңағы Google почта арқылы жасауға болады. Google почтаны таңдасаңыздар болды. Ары қарай өздеріңіздің логин парольдарыңызды жазып тіркеле бересіздер. Енді міне сіздерге чат GPT-дің ең алғашқы беті ашылды. Осы жерде новый чат деп тұр ғой. Немесе бұнау бұрынғы менің жазған жаңа жазбаларым. Новый чат батырмасын басып, жаңа чатты бассаңыз болады. Міне осы жерге енді мысалға орыс тілінде жазайық. Так, мына жерде сіздерге уже беріліп тұр дайын. Бірақ орыс тілінде мысалға YouTube канал ашасыздар. Какой канал мне открыть на YouTube? Сейчас открыть. Қазір мен сөйлеп отырғаннан кейін шатасып жатырмын. Открыть на YouTube. На YouTube деп сұрақ қойып көрейік қазір. Содан кейін ол бізге жауап беру тиіс. Қазақшаға қоя салайын. Сіздерге уже жауап келді. Открытие успешного канала на YouTube зависит от вашего интереса, умений и целей, дейді. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам определиться с темой для канала, интересы и страсти. Выберите тему. Енді ары қарай не істейміз? Выбери мне тему.
тему на мой YouTube канал деп жазайық. Сол кезде сіздерге жаңағы темаларды беру керек. Не, ол уже жазып жатыр. Выбор темы для зависит от ваших интересов дейді. Онда напиши мне 100 тем, 100 лучших тем деген, ең жақсы бізге темаларды таңдап берсін. Егер сіздерде қазақша болса, сосын қазақшаға аударып аласыздар. Лучших тем для YouTube канала деп жазайық. Уже кетті. Жаза бастады. Осы жерден қазақшаға аударып алсаңыздар болады. Енді тоқтата салайық, останавливаться деп. Енді мына орысша болғаннан көрдіңіздер ме? Даже орысшаның өзінің бұл кейде дұрыс шығармайды екен. Ағылшыншаның күшті шығарады негізі. Қазір мен ағылшынша жаза салайыншы. Соны орысшаға өзі аударып тұрады. Find me. Или жарайды 10 дей салайық. 10 theme for my YouTube channel. Қазір шығу керек. Міне. Енді дұрыс шықты, көрдіңіздер ме? Орысшаға аударған кезде дұрыс шықты. Міне, путешествие, приключения, готовка, образовательный контент, искусство, творчество, личностное развитие дейді, и мотивация. Выбери мне лучших деп. Или мына жерден өздеріңіз таңдаусаңыздар болады. И одан кейін былай жазайық. Менің жаңа каналымның мысалға аты образовательный контент дейі. Образовательный контент. Так, напиши. Или мына жерге орысшасын жаза салайық. Ағылшыншасын. Right. Қазір орысшасын жазып көрейінші, қалай шығады екен. Так, напиши мне описание. Напиши мне видеоописание деге. Видеоописание на тему. И бағана тақырыбымызды қоя саламыз. Образовательный контент дейік. Қазір описание жазып береді. Даже сіздер қандай видео түсіргілеріңіз келсе, соған жаңа сценарий жазып береді. Қазір көресіздер. Просто бұны көрдіңіздер ме? Обновить да плюс кішкене. Барлығы қазір платный ғой, платный версиясын жазсаңыздар вообще көп негізі нелері шығады. Мынау қазір нетпей тұр, мен кеше жазғанымды көрсетейінші. Кеше мен ағылшынша іздеген болатынмын. Шықпаймын. Міне, маған ағылшынша осындай описание жазып берді. Егер мен бұны қазір орысшаға аударатын болсам, тілді орысшаға аударатын болсам, бұның барлығы орысшаға аударылып кетеді. Міне, жаңағы тіл туралы жаз деген. Сол кезде маған тіл туралы жазып берген. Как языковая модель ИИ дейді. Я не могу создавать видео напрямую. Тем не менее, я могу предоставить вам сценарий видео. Мен сізге ондай видео жасап бере алмаймын дейді, бірақ сценарийін құрып берем дейді. Сценарий біріншісі название, аты кетеді, одан введение, переход на первую платформу. Біріншісі жаңағы тілді үйренген кезде жалпы ең күшті смарт технологияларды, онлайн платформаларды іздеген ғой мен. Coursera, Upwork дейді, мұның бәрін маған өз жазып берді. Осыны сіздер қазақшаға аударып алып, осындай мәлімет берсеңіздер де болады. Көрдіңіздер ме? Дайын сценарий. И осы жерде тағы да жазайық. I need some topic about my
YouTube channel дейік. Channel called English World. Ағылшын әлемі туралы, үшін маған мәтін керек дейге. Міне қазір ол бізге жазып беру керек. Кішкене күтесіздер. Міне уже жазып жатыр. Ол ағылшынша жазып жатыр, просто мына жерде мен тілді ауыстырып қойғандықтан бізге қазақша шығып тұр. Көрдіңіздер ме? Міне сіздерге жаңағы советы и рекомендации по английскому языку. Создавайте видеоролики с полезными советами. Жаңағы пайдалы тақырыптарда видео түсіріңіздер дейді, ағылшынға байланысты. Грамматиканы жақсарту, произношениені жақсарту, словарныйды жақсарту. Сосын языковые проблемы. Міне бұл жаңағы, яғни темалар ғой, ағылшын тіліне байланысты. Мен қандай видео түсіргім келеді, соған байланысты міне темалар шығып тұр. Көрдіңіздер ме? Словарный запас, английский для особых целей дейді. Обзор ресурсов для изучения английского языка. Яғни сіздер қандай білмеймін, идея таппай жүрсіздер ме, тақырып таппай жүрсіздер ме, или сіздерге описание керек па? Барлығын осы жерде жасатып алсаңыздар болады. Мысалы, жазып көрейікші, напиши мне эссе. Так, write an essay about my family деп жазып көрейікші, мысалы. Или about my hobby. Міне қазір жазып жатыр уже. Міне. Мое хобби исследовать мир с помощью фотографии. Хобби дейді. Написать сочинение о моем хобби. Но жүріп жатыр, демек әлі айналып жатыр деген сөз. Міне 2-2 деп тұрсам, мынау демек 2 бет болып кетті деген сөз. Көрдіңіздер ме? Мынау бірінші беті міне. Мое хобби исследовать мир с помощью фотографии. Хобби играть жизненную роль. Дайын есі сіздерге дайын тұр. И мына жақты былай жылыстыңыздар, тақырыбы тұр. Міне мынау уже жалғасы, осын барлығын ағылшын тілінде де іздесеңіздер болады, немесе орыс тілінде. Мына қазақшаға өздеріңіз қателерін жөндеп аударып алсаңыздар болады. Міне ChatGPT деген осы, яғни YouTube канал ашқан кезде тақырыпты осы жерден таңдасаңыздар болады, идеяны осы жерден алсаңыздар болады. Қандай видео түсіремін, каналым мынандай деп жүрсеңіздер. И одан кейін описание, видеоның описаниясын жазған кезде тоже осы жерден жазсаңыздар болады. Давайте мен қазір жазып көрейін. Напиши мне. Так. Напиши мне описание для YouTube видео. Деп жазып көрейік, қазір не жазады екен. Мне голос за кадром. Яғни кадрдың сыртында сіз айтып тұрасыз. Привет, друзья, добро пожаловать на наш канал. Шым сондайларды айтып тұрасыз. Енді мынаны бүйтіп жазайық. Напиши мне описание для YouTube видео. Қандай видео болсын? О знаменитостях дей салайық. Міне қазір мұнан бәрі жүріп тұрса, значит олар жазып жатыр деген сөз. Мұнан бәрі біткеннен кейін аяқталады. Мен қате жазып қойыппын ғой. Қайтадан жазайын. Знаменитостях болады. Міне, бұны да жазып берді. Ошибка сети дейді. Міне осылай өздеріңіздің любой тапсырмаларыңызды осы жерден жасап алсаңыздар болады. Мен каналыма тіркелгеніңіздер міндетті түрде басқа да қызықты видеолар болады.
Достар, егер сіздерге менің видеом ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Каналдың дамуына бұл өте маңызды. Мен үшін де өте маңызды, достар. Сендермен бірге болған Жарқынай. Қолдауларыңызға көп рахмет. Осымен видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.